Достар, бұл подкастта көретіндеріңіз жақында ғана Дубайда өткен әлем чемпионаты туралы талқыладық. Айба бұл жерде қазақ және өзбек боксшыларының аяғынан шалды ма, өздерінің ресейлік боксшыларына тартып кетті ме, Кремлев мырза не істеді деген сұрақтардың барлығын жауабын іздедік. Және де дәл осы біз бүгін екі қолғапты ойнататын боламыз. Әдеттегідей жеңу үшін арнамызға тіркеліңіздер, лайк, комментарий басыңыздар және дәл осы екі қолғапты сіздерге ойнататын боламыз. Сәттілік достар. Жалолов кәдімгідей боксшыларды үйіне шақырып, кереметтей бір дастархан жайып. Қатты ұнағаны өзбектердің қонақжайлықтары. Біздің боксшымызға қарсы бір жабылып кетті деген. Оразбек асыл құлыпқа қарсы еді. Шынымен де ресейлік боксшылардың әл-ауқатының мықты екеніне сенің бұл күмәнің ба? Кремлевтің ықпалы емес, үлкен ықпалы болды. Клоунада қаншалықты керек деген сұрақ. Сол істеген моментті түсінген жоқпын негізі. По бою негізі Шумков ұтты. Сәлем достар, сіздермен Әлім Лайф және жүргізуші Әлімжан Тасболатұлы және бүгінгі біздің студиямыздың қонақтары кеше ғана Дубайда IBA-де өнер көрсетіп келген біздің бауырымыз, боксшымыз Санатәлі Төлтаев және де өзіміздің тағы да бір бауырымыз, комментатор, біздің студиямызға алғашқы келіп отқан дебюті Абылайхан Палмағанбет. Абылайхан, қош келдің. Қош көрдік. Жалпы дебютың құтты болсын біздің арнадағы, біздің студиядағы. Санатәлі, қалайсың өзің? Жақсы, Аллаға шүкір. Чемпионаттан кейінгі мынау восстановление қалай жүріп жатыр? Барлығы жақсы, иә. Біз чемпионат мирада сол четвертьфиналда ұтылған соң, сол жерде қалып, финальный поединктердің бәрін көріп, сөйтіп тренировка жасап, сол жерде демалғанбыз. Жалпы енді бір сөзбен бүйтіп айтқан кезде жаңаға ұйымдастыру жағы, сендерге жасалынған жағдай қалай болды барлығы? Күшті, организациясы жақсы. Енді бұл IBA ғой, то есть бұлар ақша көп. Ақша көп. Біріншіден ақша көп, дұрыс. Содан кейін бұлар осы уақытқа дейін әлем чемпионаттарын өткізіп келді ғой. То есть World Boxing осы бірінші жыл өткізіп жатса, бұлар енді оның алдын өткізіп келе берген. То есть олардың опыттары бар организация жағынан, сол үшін күшті өтті бәрі. Ойдағыдай. Түсінікті. Абылайхан, енді сен осы IBA-ді кәдімгідей басынан бастап соңына шейін жүргізген комментаторсың. Q-спорт арнасында, сол жерде өзіңе қалай болды енді осы комментатор кабинкасында отырып жүргізу деген? Енді ол бокста менің тарихымда дебют болды, әлем чемпионатында. Дәл сол бокс, бұған дейін футбол, басқаларын жүргізіп қой енді. Бір жағына қызық болды. Себебі алғаш рет ашық аспан астындағы спорт кешенді ұйымдастыру, ол қанша дегенмен жабық ареналарда бокстасып қалған жігіттер үшін қалай болады екен деген ойлар болды. Өйткені ол жақтағы физикалық даярлық, ол жақтағы атмосфера, ауа райының ылғалдығы да бар. Екіншіден Қайрат Сәтжановтың өте керемет құрам апарғаны ұнатты. Біздің көп жағдайда тау жығылып, формасы мықты болып тұрып, жарақат алып қалған болмаса, өзін көрсеткісі келіп жүрген боксшылар, жас боксшылар, тәжірибелі боксшылар, сол бір черкада чемпион болғандарды алып барды ғой енді көбісін. Қызық болды шынымен. Түсінікті. Барлық жігіттерден жүлде күтеміз, бірақ Ресей қатысып отқаннан кейін қай жерде оған келеміз, оған асықпа, оған рет-ретмен асықпай орнымен келетін боламыз. Санатәлі, Нұрлан Сабуров жүрді. Чемпион болған жігіттердің бір видеода тарап кетті жақында. Сен өзің көрдің ба, былай сөйлесіп? Ол полуфиналда келді, қателеспесем полуфиналда келді, содан бері жүрді сол жерде, біткенше дейін. Көрдік, бірақ былай тек алыстан ғана. Теренс Кроуфорд. Ол қазақта шақырған жоқ қой. Ол түсінікті, Теренс Кроуфордпен бір жаңағы жаттығу жасап алды, видео жасап жаңағыдай. Содан кейін айтты деймін, сен қоя сал деп. Мансалды аяқтап тоқтат деп, осы жерден қоя саласың, брат, болмайды екен деді деймін. Түсінікті, енді жігіттер, осы турнирімізге, әлем чемпионатына келетін болсақ, бұдан алдын жалпы қазір енді мынау біздің арнада енді шүкір, тек қана Қазақстан емес, бізді орталық Азия көреді десек те болады. Ол Өзбекстан бар, қырғыз бауырларымыз бар. Өткенде UFC-де біз Мықтыбек Оралбайды барып қолдап келген кезде де біраз қырғыз бауырымыз осы біздің арнаға тіркелген болатын. Жалпы қазір енді қазақ өзбек деген бір не болып кетті ғой, хит болып кетті ғой.
дуэль деген Бокстағы, Еркебұлан Тоқтар да бар. Ол одан бөлек былай басқаша да бір неғып кетіп жатыр. Бірақ біз бұл жерде біздің айтқымыз келгені, өткендік подкастта да Санатәлі өзің болдың, жалпы бізге қызығы таза спорттық бір андай бәсекелестік та. Басқасы бізге қызық емес, сөздің шыны керек. Спортта себебі көршілес елміз, бір-бірімізбен жаңағы бәсекелес болып жатсақ, бізде өсу болады дегендей. Ол жақтың спортшылар мықты, жаңағы кім алтын көп алды, біз алдық, өзбек озып кетті, ойбай, бұл жолы қазақ озды, деп бізаға әңгіме айтқанға да қызық. Әлем чемпионатынан алдын Жалолов кәдімгідей боксшыларды үйіне шақырып, кереметтей бір дастархан жайып, кәдімгі нағыз бір қонақжайлық көрсетті. Қазір видео бар бізде, сол видеоны көрсетсек, міне осы жерде. Санатәлі, сен болдың ба осы жиында? Иә, шақырды, бірақ именно кім Жалолов шақырған кезде мен бола алмадым да. Бір себептерге байланысты. Жалпы енді осы дайындық туралы айта кетсең, бірге жаңағы дайындық болды дегендей, сол туралы өзің кішігірім. Өзбекстанда біз 2 апта болдық, 2 апта дайындалдық, тиянақты, жақсы нелер болды бізде, жаттығулар. Бүкіл составпен бардық, бірінші номерлерде болды, Айбек, Нұрбек, Махмуд, Төрехан, бәрі болды, бәріміз бірге дайындалдық. Осы маған бір қатты ұнағаны өзбектердің қонақжайлықтары. Біз айтамыз ғой, қазақтар қонақжай болады деп ше, негізі олай емес. Өзбектер асып түседі ау бізден. Сол үшін күшті өтті сбор. Бізді қонақ қылды, апаратын жерлерге апарды, бүкіл поддержкаларын беріп. Яғни бүкіл жағдай жасалынды. Жаттығу залың қашан келін келеді ашық. Ашық, баратын жерің апарып көрсетеді. Астыңа көлігің дайын. Анау витаминдер керек болса, оларды да беріп отыр. Ну, сұрасақ беретін еді, бірақ бізде өзіміздің врачымыз бар, өзіміздің неміз бар. Яғни осы бір екі ел шынымен де әлем чемпионатына әдемі бір бауыр болып керемет дайындалды, иә? Түсінікті. Абылайхан, осы бір тұста сенің бір енді әңгімең бар еді жаңа. Бұған дейін мысалға дәл қазіргі бокс әлемінде қазақ-өзбек дуэль өтіп жатыр ғой, спорттық жағынан. Иә. Бұған дейін кезінде Мексика мен Америка, Куба мен Ресей арасындағы дуэльдер тамашаладық шыны керек. Сол кездерде енді Ермахан ағамыздан, Мұхтархан ағаларымыздан сол замандағы естиміз ғой. Біз даже қолғабымызды ішіндегі нені орап жатқан кезде кубинецтерге көрсетпейтінбіз деп ше. Өйткені олардың түбі басқа елдер ғой енді. Қазір таңда бір жағынан өзбектермен жақын болып жатқанына қуанасың. Енді өйткені спорттық интерес ары қарай өмірде түбі бір түркі халықтарымыз. Бірақ бұл да бір дұрыс шығар, жауда да бір ең болсын дейді ғой. Бірақ бәрібір біздің ең басты бәсекелесетін жеріміз ол рингтің ішінде ғой. Сондықтан кейбір кезде үйтіп жақсы дос бола берсең, бір күні негізі мен оңақай емес, сол қолмен жақсы ударлар жасаймын деген сияқты әңгімелерде кетіп қалатын бар ғой. Бар. Бір жағынан қатты олай болмау керек сияқты деп ойлаймыз да, бірақ бір жағынан драматизировать етуге де болмайды. Сол Санатәлі жаңа енді өзің айтып қалдың ғой, 2 апта кәдімгідей дайындалдық деп, бір әңгімелер шығып жатты. Біздің боксшымызға қарсы бір жабылып кетті деген. Оразбек асыл құлыпқа қарсы енді. Үшеуі келіп кәдімгідей жалғыз қазақтың көзін бақырайтып қойып ұрыпты деген. Соны енді сен болдың ғой. Қарап тұрсыңдар. Қарап тұрсыңдар, ұрғызып қойып. Жалға беріп. Соны енді өзің, енді қарап біз Абылайхан да мен де ол жерде болған жоқпын. Бізде ол жерде мынандай болды деп айтатындай өзіме ауыртпашылықты алғым келмейді. Сен болдың, барлығын көрдің. Сол туралы бір халыққа жеткізіп берсең. Негізі, мен де естігем осы біз туралы. Көп нелер қайтсам болады. Жалған информациялар шыға бастады. Негізі олай болған жоқ. Оразбек бізде жалғыз қалып қалды. То есть бір весовойда бір қазақ болды, и содан кейін 3 өзбек боксшысы болған. Сөйтіп бізде работа в парах деген болады, ол бір-бірімізбен спарринг жасаймыз. Сол кезде Оразбек жалғыз өзі болып қалады, содан кейін 3 өзбек, 4-еуі бір пар болып есептелінеді, то есть 4-еуі пар болып есептелінеді, болды, содан кейін сөйтіп боксасқан. Боксасқан кезде біз ол жерде алба-жұлба төбелес емес қой, бәрі по заданию, қалай істейсің, солай істейсің. Егер де солай жабылмаса, былай жабылғандарын көрмеппін ешкім. Сендер бір салмақта 3 қазақ боксшысы, 3 өзбек боксшысы бір-бірлерімен спарринг өтті. Ауысып. Оразбектің салмағында бір қазақ қана. Бір қазақ, содан кейін 3 өзбек. Сөйтіп болып қалды. Именно сол ситуацияда солай болып қалды. Негізі бар тағы да балдар.
именно сол кезде просто солай болып қалды. Жабылып оразбек тұрмады, ондай енді бұл жабылып спарринг қой. ондай болу. жоқ, жабылып ұратын болса біз қарап тұрмаймыз ғой, біз намысшылмыз, көмектесеміз деген сияқты. Жоқ, оның үстіне енді екі жақтың бас бапкерлері жүреді, әр боксшының өзінің бапкерлері жүреді. Ол аудандық жарыс емес қой бокстан. Қарап тұрсақ, Шел ауданының турнир емес қой. Ауыл бір төбелесіп ауылдың кетеді. дейсашы. Себебі біздің шелдігінде қазір көреді. Мен өзім шелдігім ғой. Онда сен айта ал. Мен де сол сияқты айтамын. Мен де үнемі Шардараны айтамын. Сол ғой. Бір мысал қалғанда. Жаңа Тартоғай емес Сұлтөбенің балдары емес қой, екі ауылдың да. Сондықтан білдей бір елдің бірінші нөмірлі, екінші нөмірлі боксшылары. Сондықтан жымидық енді. Дұрыс, түсінікті. Онда рахмет Санатәлі осы ақпаратты. Тағы да сосын егер де көрсеңіздер, тағы да бір видео бар. Сабыржан Ақалықов кіммен өзінің несі бар ғой, сопернигі Исмаилов пе? Исмоилов деген. Исмоилов. Сол екеуі төбелесіп отқан видеосы бар. Көрсеңіздер. Иә, оны да салған, бізге салған оны. Осы қалай қарайсың, мысалға Әлімжан да сен бірдеңе айтқың келді ғой. Осы негізінде бұрындары сондай спарринге оқу жаттығу жиындары өткен кезде жабық өтетін тек пресс-конференция болатын. Осы спаррингтерді салмайтын. Осы бір нәрсе бас бапкердің тарапынан екі жақтағы болған жоқ па? Біз спарринг кезінде мобилографтарды былай қоя тұрайық деген. Бізде Қайрат ағайдың бұйрығы бар, тренировка уақытында сотка қолданылмайды. Ешкім шығармайды, ешкім түсірмейді, ешкім қолданбайды. Тренировка уақытында. А тренировкадан кейін болады да. И біз просто Өзбекстанда болғаннан кейін олар өздерінің мобилографтарын шақырды, біз оларға не есе алмаймыз да, қарсы шыға алмаймыз вообще. То есть олар өздері біледі, егер де ол жерде Қайрат ағай өзі айтатын болса түсірмеңдер деп, онда олар түсірмейді. И бірақ шынымен де солай болды ғой, біздің то есть ең бірінші спаррингті түсірді, ең бірінші бізде болған спарринг ол понедельник күні болды. Келесі аптаның уже 2 апта болды ғой, келесі аптаның понедельнигінен басталды бірінші спарринг, сол кезде түсірді, содан кейін уже түсірген жоқ. Негізі шынымен де өткенде UFC-ге барған кезде соңғы Абу-Дабиде біздің екі жауынгеріміз төбелесті ғой, Асу мен Бекзат. Сол кезде де біздің Қазақстаннан барған көп әріптестеріміз болды. Енді мен ешкімге біреудің былай жасама, бүйтіп түсірме деп ақыл айтқым келмейді бұл жерде, бірақ менің өз ойым, жалпы футболистер болсында ойынға дейін, бойға төбелеске дейін мен жолағанды ұнатпаймын. Өзінің настройы бар, өзінің жаңа аура дейді. Мүмкін менің аурам, оның аурасын бұзып жіберетін шығар. Оның ұтылғанына мен сондай өзімнің ішкі ұстанымым бар да, сосын мен жолағым келмейді. Көрсем де бүйте салам, болды андай барып жотам, брат, қалайсың, не жатыр, ертең айырасың ба деп, вообще жоқ. Бойдан кейін WhatsApp бар ғой, жазда сөйлесе бер, болды. Не жатыр, ол жарысқа Әлімжан да қанша уақыт дайындалады ғой. Қанша ішіндегі волнение болады, ішіндегі уайым, тактика, ана жердегі ауыртпашылық, жауапкершілік, сен барасында қарсыласың туралы не ойлайсың десең. Енді сол ол UFC-дің бір жақсысы, әрбір жауынгер бойдан кейін келіп пресс-конференцияға келеді, сол жерде бүкіл сұрағын қойып алып әңгімелесетінді, сол UFC-дің пресс-конференциядан кейін қасыңа тұрып әңгімелесіп аламын мен, сұрайтын заттарым сұрап дегендей. Түсінікті, қайтадан тақырыбымызға оралайық. Негізінде осы әлем чемпионаты Астанада өту керек болды. Негізінде басында. Сосын біз енді World Boxing деген Геннадий Головкин көкеміздің жаңадан ашқан ұйымына бір қатты неғаннан кейін Астанада өтпейтін болды, Түркияда өтетін болды. Түркия тұрады да IBA-дан қайтадан шығып кеткеннен кейін қазақтар ана жақта World Boxing-да президент болып отыр екен. Кеткеннен кейін Умар Кремлев деген дәл осы IBA-дің президенті ғой енді, солай аталады ғой. Президенті OAN-ы, яғни Дубай қаласын таңдады. Жаңада да ашық аспан астында деп керемет бір жаңашылдығын таптым. Умар ағамыз ғой енді, жас үлкен ғой. Осы кісі әлем чемпионатын жасады. Жалпы бұл әлем чемпионатының тағы да бір ерекшелігі ресейлік спортшылар қатысып бастады. Яғни осы санкциядан кейін қайтадан келіп, бұған дейін енді біз шынымен де жаңағы Абылайхан өзің айтқандай қазақ өзбек бір несі болып кетті ғой. Кейінгі әлем чемпионаттары таза біз өзбектердің бұл жолы жау күтпеген жерден келді деп айтайын десек те біліп бардық. Жалпы енді Санатәлі бұл тұста қайтадан сол Абылайхан енді кәдімгідей сұранып отыр, қазір шыдалмай отыр. Оған өтпей тұрып қалай енді білеміз, Ресей
бокс мектебінің мықты екенін. Иә, жылдар бойы қалыптасып келе жатқан біздің бокс мектебінің бастауы да сол жалпы енді СССР болдық қой бәріміз. Түбі сол Ресейден алынды, Өзбекте, сосын әрі қарай өзінің бағытын алып кетті дегендей. Ресейлік боксшылардың осындай неге қатысқаны, енді сенің боксшы ретінде бәсекелестік мықты болады. Мықтылармен рингқа шығасың, мықтылармен төбелесесің. Саған ұнайды ма сол? Иә, әрине. Өмір бойы солай болсыншы, ешқашанда политика мен спорт бір-бірімен араласпай жүріп, политика өзінің шаруасымен жүріп, бокс спорт өзінің шаруасымен жүретіндей. Дұрыс, всегда солай болсын. Біз қарсы емеспіз, наоборот жақсы. Олар өседі, біз де өсеміз деген сияқты. Не дейді спорт? Вне политики дейді ғой. Иә, жоқ, спорт неден, то есть, қалай айтсам болады, бәсекесіз спорт емес та. Иә. Жалпы соған келе жатқан сияқты ресейлік спортшылардың қайта санкциядан алынуына, өйткені қазір жастар арасындағы олимпиадада Ресей спортшылары өзінің туымен, өзінің әнұранымен қатысуға рұқсат алды ғой. Енді 2028-ге дейін менің ойымша World Boxing IBA-ді жоқ қылып жіберіп жатса, енді түсінікті ғой уже. Сондықтан қалай болмасын рұқсат берілетін секілді Ресей спортшыларына, и рұқсат берілу керек деп те ойлаймыз, шыны керек. Турнирлік кестеге бір көз жүгіртейік осы тұста. Ресей 7 бірдей алтын алып, 5 күміс, 1 қоламен жалпы 13 медаль алып бірінші орында тұр. Қазақстан бұл жерде 3 алтын, 1 күміс, 2 қоламен 6 медаль, бірақ десек те 3 алтын болғандығын екінші орында тұрмыз, ол түсінікті. Өзбекстан енді 3-ші орынға жайғасты, 2 алтын, 4 күміс, 3 қола, жалпы 9. Енді осы Абылайхан сен жүргіздің біраз ойындарда. Біраз мәселелер болды. Өзіңнің инстаграмыңа салып біраз шулатқан да Ержан аға екеуің жүргізді. Болды бұл жерде отты деп Ержан аға отқан кезде. Сол бір жекпе-жек туралы айта кетші. Содан басталды негізі 80 келі салмақта, шатаспасақ Ерасыл Жақбек пен Жанболат Бизановтың арасындағы бәсекеде бірінші раундта Жанболатқа берді. Екінші раундта есеп тең болды. Үшінші раундта Ерасыл, ол түсініп тұрды, Ерасылға бұл әлем чемпионаты керек екен. Ерасылдың үшінші раундтағы боксы кезіндегі шынымен Мұхтархан ағалардың Рубалкавамен боксы бар ғой, олимпиадада кубалық. Мәссаған қуып қашып жүріп, нокдаунға түсіріп Ерасыл. Білмеймін, мен өзім дәл сол жекпе-жекті көргендей болдым да, Ерасылдың мінезін. Біздің енді Санатай сен ренжіме, көп боксшыларға айтып атады ғой, біздің қазақ боксшыларының сол бір мінезі жоғалып кетті деп. Сол бір мінез, біздің жігіттер бар екен ғой деген көрдік та. Кәдімгідей Жанболатқа кәдімгідей қасық қаны қалғанша күресті дейді ғой. Қасық қаны қалғанша күресті. Ана жерде мен ішімнен айтайын деп отырмын да, жүргізіп отырық қой Ержан екеуміз. Болды, Ерасыл отты деп ше, бірақ ішімнен бұл IBA ғой деп. Ержан аға айтты ғой бірақ. Бұл бокс, бұл таза дейді. Бірақ күтейік деймін ғой Ержан аға. Жоқ, күтудің ешқандай қажет жоқ. Бұл 100% жеңіс. Ішінде андай болды да, құдай Ерасыл шаппасын деп ше. Өткен бірақ бағы жанбай келатқан спортшылардың несі да, біз журналистер кейде табалағанға беспіз ғой былайынша. И тұрады да Жанболаттың қолын көтереді ғой. Ана жерде Ержан аға, сендер енді эмоциясын тастап кетті ғой. Бұдан кейін қалай жүргізесің деді да, микрофон тастады да кетіп қалды да. Мен ана жерде алай дүлей ғой ішімше. Өткен анау жеңісті жұлып алу, енді баяғы білесіңдер ғой тарихтағы. Содан басталды, содан уже түсіндік қой жігіттерге оңайға соқпайтынын. Мысалға масқара ғой, 13 боксшының 12-сі финалға шығу деген не масқара ғой. Санатали, енді сен жалпы жүрдің ғой сол жерде, енді түсінікті ол кезде өзіңнің жекпе-жектерінде болды, бірақ осы бір жайт орын алған кезде. Мен барлық жекпе-жектерді көрдім. Қалай болды өзің, қалай қабылдадың? Өзіңнің жекпе-жегінен енді қара, біз комментатор ретінде ойын жүргізген кезде, ол футбол болсын, басқа болсын, біздің бүйрегіміз қазақ бауырларымызға бұрып тұрады ол. Ол 100%. Оған ешкім келіп маған көріп бетіме айтса, мен айтамын, мен не істеймін деймін, мен қазақпын мен. Отылып тұрса да мен отты қылып шығаруым керек бірдеңке қылып, өзім үшін. Сол енді сен бұл жерде боксшы ретінде сол біздің мынау эмоцияны, анау-мынауды алып тастап, таза нейтральный ретінде сенің ойың қалай болды? Сол егер де Ерасылдың жекпе-жегін алатын болсақ, негізі Ерасыл бірінші раундта ұтылып қалды, екінші раундта ұтты таза, үшінші раунд
Үшінші раундта удар тигізді басында сразу. Үшінші раунд басталды, удар тигізді, нокдаун. Счетты ашты. Бірақ бір таң қалдырғаны ол Жанболаттың жиналып алғаны. Ол не істеді, өткізіп алды ударды. Бірақ андай не істеп қалған жоқ та, ілмиіп или басқаша не істеп, ол жиналып алды. И үшінші раундта ол негізі равный бой берді кімге? Ерасылға. Ерасылдың тактикалық ошибкасы болды жерде. Ол суета басталды. Бокс деген это же, бір удар, но и думаться тоже надо. И содан кейін, ойлану керек та. И содан кейін судействоға ешқандай не болған жоқ, претензиялар. Протест жазылған жоқ, Протест болмайды. Вообще. Финалда ғана ма сондай бірдеңе? Тоже болмайды. Ол кімдер өзбектер шулаған үшін ғой, құлағынан тістеген үшін. Ол потом. Былай судейство объективный болды көп случайларда. Но исключениялар бар. Сол исключение мен енді саған бұл жерде сөйтіп саған алып келе жатырмыз ғой. Сенің ширек финалдағы жекпе-жегің өзбек қайтадан спортшысы Асахуджа Мудинхуджаевпен жекпе-жекке шықтың. Олимпиада чемпионы. Саған дейін жекпе-жекке дейін 2 дүркін әлем чемпионы еді. Қазір енді 3 дүркін болды. Жалпы осы жекпе-жекте де өзің енді айта кетсең. Менің ойымша енді түсінікті. Бұл жерде мынау қабағыңның жарылғаны қатты бір неған сияқты, бірақ қабақ сөзің ішіне удардан, соққыдан жарылған жоқ. Ол бастан жарылды. Бас сүзіп қалдыңдар, сонымен жарылып кетті. Фотода да тұр, өзіңнің де кәстерінен көрініп тұр. Өзіңнің ойың қалай жалпы қазір? Мен де сөйтіп ойлаймын. Енді бірінші раунд ұтқандай болдым. Екінші раундты точно таза ұтып алдым. Екінші раунд 100%. Үшінші раундта енді бірінші мен екінші раундтың исходын маған айтқан соң амал жоқ, тек құлату. Сөйтіп кішем қалдық. Былай білмеймін, мен ешнәрсе айта алмаймын. Мен бокстастым, мен өзімнің амалым жасадым деген сияқты. Бірақ судействоларда походу өздерінің көзқарастары бар. Мен көрген сенің осы жекпе-жегіңде 3 раундтың 3-еуінде де сен ортаны ұстап жүрдің. Сен ортадасың, сен осы жалпы жекпе-жектің жүру барысын қадағалап, өзіңнің ортаны ұстап, жаңа соққыларыңды беріп, әдемі соққыларыңды жасап жүрдің. Бірақ сол қатты бір шешіп жүрген мәселе осы шынымен мынау рассечение ғой енді. Жаңа 2 рет тоқтатты и басылымдарда қарасақ 2 рет тоқтатып сөйтіп жеңіліп қалды да. Ол тоқтатқанда ол бір андай бір нокдаун, шайқалып кету емес қой, жай әшейін медицинский не ғой, қаныңды түсіріп тастау дегендей. Абылайхан. Жоқ, осы шатаспасам сені сол ширек финалдағы жекпе-жегіңді біз жүргіздік. Есет жүргізді. Есет жүргізді ма? Мен көрдім. Потому что мен боксты толық қарадық та енді. Сол кезде енді көзінше андай Санатәлі отқаннан кейін былай айтып жатыр ғой емес. Бұған дейін көп негативті комментарийлер болды ғой негізі. Бірақ Санатәлінің осы жаңағы кәсіпқой боксқа барып келгеннен кейінгі ұнағаны, білмеймін, жаңағы Ерасылда да айтып жатырмын ғой. Санатәлді Асахуджадан ұтылған жоқ негізі. И біздің қуантқаны жалпы журналистер, жаңағы боксер қазақтың әрбір екінші азаматы бокс туралы былай 60-70% талқылай алады ғой негізі. Санатәліде мінез пайда болды. Мінез емес, тактикалық тұрғыдан дерзость дейді ғой, жесткость сондай пайда болыпты деп. Өйткені Асахуджа деген енді айтып отыр ғой, Олимпиада чемпионы 24-ші. 2 рет әлем чемпионы болды бір жылда. 3 рет алтын алған әлем чемпионатында боксшылар өте аз ғой негізі. Феликс Савон тұр енді 5 рет чемпион болған. Сол 3 рет алтын алғандардың қатарына кірді ғой. Бірақ сол бойда Асахуджа өзбек бауырлар ренжімесін, Асахуджа ұтылды. Және бірінші номер бұған дейінгі болған қазақ жекпе-жектерімен, қазақ балаларымен жекпе-жектерінің ешқайсысында айтпаған еді, жазбаған еді. Біздің жігіт беріп қойды деп айтатынбыз негізінде. Бірақ осы жекпе-жекте бірінші Ерасыл болса, екінші Санатәліге обалдық жасалды да негізінде. Өйткені Асахуджан болды, сол жерде Санатәлінің қолын көтерсе, болды, ары қарай қарсылас жоқ негізінде. Болды, ары қарай Санатәлі тәк
$150,000 не істейді екен деген әңгіме сұрақтарға жауап іздейді да. Неге 300 емес пе бірінші орын? Иә 300 ғой. 300 бірінші орын. Оның жартысы Иә, жартысы 25% федерацияға кетеді, 25% 25% жеке бапкеріне беріледі. 300 деп аталады ғой енді. 300 деп Ол аталады. жағын не қыласың? Еще береді жадалдары бар дейсіз ғой. Жадалдары бар, машинелері бар. Жалпы бұл тұрғыда енді бізде екі боксшыға осындай болды ғой енді жағдай. Сол кезде жалпы кетіп қалған нәрселер бар ма екен деген, бокста осындай официально снимать етіп кеткен сборныйда елдер болды ма деген сұраққа жауап іздедім да мен. Сөйттім да Ермахан ағаның сұхбатын тауып алдым. Ғалым аға берген сұхбатында Сүлейменге 99 жылы Америкада Хьюстонда өткен әлем чемпионатында полуфиналдан кейін Феликс Савон сол кезде Кубаның екі боксшысы финалға шыққан екен Америкада. 2000 жылы Сидней. Сол кезде Гутеррес шығады, Ермахан Ибраимовты ұтып біздің бір балмен ұтып кетеді. И Феликс Савон бокстағы ең атақты спортшы, 7 рет әлем чемпионаты жүлдегері, 5 рет әлем чемпионатының жеңімпазы, 3 рет олимпиада чемпионы. Сосын өте андай бұзық боксшы ғой негізі. Рингке шығады екен да, рингке шыққанда айналып 2 рет жүргенде полный Куба құрамасы артынан шығады да самолетке ұшып Кубаға кетіп қалған. Официально снимать етіп кеткен. Протест болды 99 жылы. Протест болған. 2 боксшы финалға шығып тұрған еще. 3 боксшы ма 4 боксшы полуфиналда ұтылған. Бізге қастандық болды деп. Тарихта 1 рет болған екен сондай. Түсінікті. Санатали енді келді да, бірақ енді бізде енді ондай қиын ғой енді. Куба емеспіз. Бізде Кастро жоқ деген сияқты. Санатали мынандай саған енді жаңа да Абылайхан айтып қалды ғой. Кәсіпқой бокста өнер көрсетіп жүрсің, қайтадан осы әуесқой боксқа да келіп жатсың. Саған енді бірақ қайсысы өзіңнің жамбасыңа қайсысы жағып жатыр қазір? Және алдағы уақытта енді сені біз кәсіпқой боксшы ретінде, толық кеткен боксшы ретінде көреміз бе, әлде осы әуесқойлар арасында да жалғастырасың ба? Иә, әрине қазіргі мақсатым тек әуесқой болып тұр. Өйткені кәсіпқойда, то есть мақсат бар да. Бізде Азия чемпионаты бар, әлем чемпионаттары бар әлі тағы да. И ең бірінші мақсат ол олимпиада. Сол олимпиададан кейін мүмкін, жалғастыра беремін ғой кәсіпқой бокс арасында осылай между перерывами деген сияқты. Абылай осы олимпиадаға дейін тек әуесқой бокс. Бұл сұрақты қойғаным себебі, енді жалпы осы салада жүргеннен кейін бір-екі өткенде боксшымен сөйлесіп қалған кезде, енді сенің бауырың бар ғой, Саматали. Екеуі болды кетті ғой дегенде әңгімеде естіп қалдым да мен. Сонымен кеше әлем чемпионатына шықты емес пе десем, жоқ, олар болды енді профқа кетеді дейді да. Содан өзіңнен енді өз аузыңнан естігім келген ғой. Яғни әуесқойда сенің әлі алдын алған мақсаттарың, сол мақсаттарға Құдай қаласа қол жеткізгеннен кейін толықтай профқа кетесің. Бірақ профта енді үзіліс кезінде шығып жүре беруге қарсы емессің. Қарсы емеспін. Түсінікті. Жалпы енді Абылайхан тағы да өзің айтып қалдың, 13 салмақтан 12-сі финалға шығып жатыр деп. Осы сөзің сенің айтып отырмыз, IBA-дің президенті Кремлев мырза, ресейлік. Одан қоса Ресей қайтадан оралып жатыр деп. Шынымен де ресейлік боксшылардың әл-ауқатының мықты екеніне сенің бұл күмәнің ба? Әлде осы Кремлевтің да бір ықпалы бар деп ойлайсың ба? Жоқ, енді білмеймін, менің ойымша толықтай кейбір боксшылар өзінің ұтылғанын сол жерде мойындаған жоқ біріншіден. Екіншіден, Кремлевтің ықпалы емес, үлкен ықпалы болды. 13 боксшының 12-сі финалға шығу деген кезінде бұл құрамнан да өте мықты Ресей құрамы болды. Бұл құрамнан да өте мықты америкалық, кубалық құрам болды. Олар ондай тарих жасай алған жоқ. Бір боксшыны біздің қазақ ұтты жартылай финалда. 12-де финалды көріп отырдық қой мысалға. Бірінші жеңіл салмақ берді, екіншісін Сәкен алды, үшінші Оразбек шықты. Оразбек алды. Дедік та. Өзбек ағайынды алды, Дусматов алды. Бастапқы жеңіл салмақтар беріп атқан кезде Кремлев мырза ауыр салмақтарды жинап жатыр екен ғой дедік. Қай жерден тоқтайды екен деген сұраққа жауап іздедік. Ришак 75-тен кетті ма? Сабыржаннан басталды ғой. Мысалға да. Ана жерде ойлашы, жаңа Жанболат Бизамов 80 келі салмақта
финал бітті. Бокста жалпы олимпиадалық спорт түрлерінде бокста ол кәсіпқой бокс емес қой. Бітті, әлі результат айтылған жоқ. Бизановтың бауырлары рингтің ішінде жүр ғой. Әлі айтылған жоқ кім жеңімпаз екені мысалға. Рингтің ішінде жүрді. Муцолгов, Сабыржан Ақалықпен болған кезде ғой. Муцолгов, Смайл Муцолгов екеуі болды. Сабыржан да енді деп тұр ғой. Өйткені ол ұтылған жоқ. Сабыржан ұтылған жоқ. Кім не десе о десін. Бейт тұр да қолын. Муцолговтың артында 4-5 бауырлар жүр да бүйтіп ше. Мынау кәсіпқой бокс па, мынау. Мынау MMA ма саған, UFC ма. Сәл болмағанда қазір шығып кетейін деп қалды дейсің ғой. Сол бұл бұндай біз айттық қой енді артық айтып келген шығармыз. Клоунада қаншалықты керек деген сұрақ болды. Жоқ, эфирде ашығынан цирк деп айттыңдар ғой енді. Цирк деп айттық, клоунада деп айттық. Эфирде айтылған сөз ол. Сондықтан бір жағынан Сатчанов мырзаға көп алғыс айтамыз. Жас балалар біраз жетістікке жете алмай жүрген жігіттер, жаңа өзінің мүмкіндігін күтіп жүрген жігіттер қаржылық жағынан да өте жақсы ғой. Былайша $150,000 деген, $300,000 деген өте жақсы қаражат. Сол жағынан мүмкін ары қарай бара беру керек шығар, бірақ осылай біздің жігіттерді табалай беретін болса, мысалға ертең келесі жыл тағы Санатәлі барады, тағы Асахуджаға шығып берсе мысалға. Ол психологиялық тұрғыдан өте ауыр жағдай деп ойлаймын. Мысалға қанша жерден спортсмен болғанмен ол адам ғой. Олда етпе сүйектен жаралған, онда эмоциялары бар, онда сезімдері бар мысалға. Сондықтан өте 12 боксшының финалға шығуы, енді жаңағындай нәрселердің болуы, анық түрде мысалға екінші раундта біздің боксшы алды деп айтып отырасың да, шотқа қарайсың 5-0. Хотя бы 3-2 емес. Сөзсің ба? Хотя бы 3-2 емес. 5-0. Қалай болды дейсің да, қалай? Солай кім Санатәлінің жекпе-жегін 4-4 ана жердегі төрешілік состав деген мысырлық полный 10 беріп шыққан. Сондай деймін. Мысырлық берді 10 беріп шыққан енді. Сосын 109 елден келді дейді да, 500-ге жуық спортшылар. 109 елден келді. Шыны керек біздің балалар анадай ел бар ма еді деген сұрақ қойып жатыр да. Гуглға жазсақ шықпайды ана ел жоқ, арал ол тәуелсіздігін алмаған ел да, былай қарасаң ше. Сондықтан енді мына жерде тағы бір сурет шығып тұр. Холовков пен Шумков туралы. Бұл енді 60 келі салмақтағы өткен жекпе-жек болды. Осы туралы Абылайхан енді. Енді Холовковта 3 дүркін алтын жүлде егер шатаспасам 2 рет, 2 рет әлем чемпионы, 3 дүркін Асахуджа екеуі алтынды аламыз, санаулы боксшылардың қатарына қосыламыз деп сенімді жүрді ғой енді. 2023 Ташкентте, 25-те Ливерпульді алды. Және Париж олимпиадасының чемпионы. Бір жылда 2 әлем чемпионында жеңіп аламыз, әлем чемпионатында деген Холовковтың енді бір жағынан өзбек ағайындарды дұрыс тістеп алды. Бірақ қанша шырылдағанымен ол шешім өзгермейтінін басында білдік қой. Ол Азия чемпионатында Абылайхан Жүсіпов деп айтып жатыр ғой. Ол басқа оқиға да. Ол жақта өзбек пен қазақ, мына жақта орыс пен өзбек, орыстың үйінде былайша айтсаң қонақ болып бардық қой бәріміз. Екінші үйде болып кетті ғой. Екінші үйде болып кетті. Аш ештеңе көрмеген, шекарадан аспаған жігіттер Холовковқа сәл обал болды. Шыны керек. Санатәлі енді осы туралы жалпы қаншалықты егерде? Енді сенің мансабыңда болды ма біреу тістеп алу деген? Осы уақытқа шейін болған жоқ. Болған жоқ. Енді қаншалықты ол боксшының жаңағы, енді түсінікті бокс қанша жерден ол төбелес болғанымен, бірақ максималды түрде салқынқанды болу керексің. Эмоция болып жанып кете ма, басыңа андай бір басқа бір эмоция кіріп кете ма, ашу дегендей болды, ол кетеді. Ол уже бокс емес, ол көше болады ол. Осындай бір жайттар боксшыны өзіне жаңа айтып отыр ғой Абылайханда, сенімді боксшыны қаншалықты жаңа тепе-теңдігінен жоғалтып жіберуі мүмкін? Мен шынымды айтсам, сол тістеген моментті түсінген жоқпын негізі. Не үшін тістеді, вроде побой өтіп жатқан сияқты. Шынымен мынау бойда не үшін жылап жатқанын түсінбеймін, мүмкін істей алмаған үшін шығар. Бірақ побой негізі Шумков ұтты. Мен өзім боксер ретінде айтып отырмын. И сол кезде ұтып жатыр, не үшін тістеп жатсың деген ой менде де болды. Сен ұтып жатсың ғой, неге иттің деген сияқты. Мен өзім түсінген жоқпын. Бірақ жаңа кедергі болуы мүмкін ба? Сенімсіз болып қалған сияқты. Сол үшін айтыпсы негізі алып атты ғой. Жоқ, ол тістемесе бұндай айқай-шу болмайтын еді. Болды. Тістемесе айқай-шу болмайтын еді.
просто именно тістегені андай бір не болып қалды да такой. Тістегеннен кейін өзбек ағайындар көтерілді ғой, Иә, енді мынау болмайды ғой, негізі болмайды ғой, бірақ негіз болмайды ғой. иә сол жағдай бойынша ғана Халоковта бірақ плюс та негізі Иә, былай побой ұтылып қалды. Жалпы енді бір қорытындылай келетін болсақ, осы чемпионат, әлем чемпионатын жалпы Қазақстан ұлттық құрамасы енді өзінің бір жақсы өткізді деп не деп жатыр, федерациямен жолыққан шығарсыңдар, бапкерлер не деп жатыр, сол туралы да айта кетсең. Осы не істедік, әлем чемпионатын бітірдік, жылды осы соңғы турнир деп аяқтадық. Жалпы тек алдағы пландар туралы ғана айтпаса, біздің бапкерлер ұлттық құраманың былай басқа ешқандай нелер болған жоқ. Былай болады ғой. Өкініш болмаса. Сол жағын сұрап жатқанмын ғой. Бар жатқан кезде ойлайды ғой. Біз мынандай құраммен бар жатырмыз, шамамен бір 5-6 алтын алып қайтамыз ау деген. Бір план болады ғой, кез келген максимальный план болады. Басында 2 алтын деп айтып жатырсыз, Білмеймін оны кім айтқан. Сол бір әріптестеріміз айтты енді, солай 2 алтын деп біз жатырды, бірақ керісінше деп па. Официально Қайрат Сәтжанов мырза айтқан жоқ енді осындай бірақ енді олимпиаданың алдында жоспарлайды ғой, кез келген әлем чемпионатының алдында негізінде жоспарлайды. Негізі оны айтатын. Кемі біздің қазақтың ең жақсы көретіні 2 алтыны бар. 2 алтын, бір 3-4 жігітіміз 4 жігіт финалға шығады деп отырмыз деп. Енді солай айтылған шығар енді, бірақ Санатәлі, енді алдағы жоспарың өзіңнің? Бізде құдай қаласа жылдың басында ұлттық құрамамен не басталады, оқу жиын жаттығулары, содан бастап келесі Азия ойындары. Азия ойындарына дейін тек еңбек етеміз. Кәсіпқой бокс шақырып жатса, әлі хабар жоқ. Пока ешқандай ұсыныс жоқ, бір шетінен жақсы, тек нені ғана ойлай бересің да, әуесқой боксты. Түсінікті. Енді бұл біздің арнамыздағы биыл ашылған болатынбыз. Біз енді бөлек арна болып, бұған дейін басқа бір арнада қажет етіп жүрген едік. Биыл өзіміздің атымызбен Әлем Лайф болып ашылдық. Қазіргі таңда 34 мың оқырман болдық бір жылдың ішінде. Бұл жерде де мен енді жылдың соңғы подкастымыз бұл. Бұдан кейін біздің арнада енді болмайды. Осы тұста енді жігіттер, сендер де біздің оқырмандарға, көрермендерге, жалпы Санатәлі, сен өзіңді қолдап жүрген жанкүйерлерің болсын, қазақ еліне бір камераға қарап, жаңа жылдық бір тілек айта кетсеңдер, сонымен осымен подкастымызды аяқтайық. Осы қиыншылықтың бәрі, бүкіл жаманшылықтардың бәрі осы жылмен қалып кете берсін. Осы келер жылға тек қана табыс, береке, ең бастысы денсаулық. Аллахан. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Халықаралық ареналарда спортшыларымыз ел мерейін асқақтатып, көк туымызды желбіретіп, әнұранымызды шырқатып жүре берсін. Аумин. Және біздің құрметті оқырмандар, сіздерге көп рахмет, үнемі қолдап, бізді осылай бізге де бір мотивация беріп жүретіндеріңізге, және де дәл осындай біздің спортшыларымыз енді көк туымызды желбіретіп, әнұранымызды шырқатқан кезде біз де үнемі сол тұста болайық, сіздерге үнемі жағымды жаңалықтарымызбен бөлісейік. Алдағы келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Енді қазақ ырымшыл халық қой, жылқы жылы келе жатыр ғой, келесі жылы. Сол жылқыдай үнемі шауып, ерекше бір жан болып, өзіміздің тек қана жақсылығымызбен өміріміз қуанып жүре берейік. Сау саламатта болыңыздар.